Алтын мүйізді киік. Ертеде Бұлдымерген деген аңшы болыпты. Өзі әрі мерген, әрі қарулы, ақылды ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Күні бойы жүріп, бірде-бір аң кездестіре алмай шаршаған Бұлдымерген бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. Осылай қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырып, оның арғы жағасынан жарқырап көрініп тұрған бір нәрсеге көзі түседі. Байқап қараса, үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Мүйізі күнге шағылысып жарқырайды, тіпті көз қаратпайды. Бұлдымерген өз көзіне өзі сенбей, таңдана қарайды. Шын киік. Екі мүйізі қарағайдай алтыннан жаралған екен. Ол атып алмақ болып мылтығын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп: «Сабыр ет балам», деп Бұлдымергенді тоқтатады. Сенер-сенбесін білмей тұрған аңшы киіктің жанына келеді. Ол аң аулап жүріп, бұрын соңды мұндай ғажапты көрмеген еді. Бұл кездесу оны қатты таңғалдырады. Бір мезетте алтын мүйізді киік ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдымерген бұл ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдымерген деген атақты аңшы батыр бартын. Соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе балам? Дейді ақ сақалды шал. Сіз іздеген Бұлдымерген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса балам, сен іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз, дейді мерген. Менің балам жерасты елінің ханы. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды. Сол сайды бір жетті басты айдаһар мекендеп келеді. Жұма сайын бір ұл, бір қыз 10 мал алғызып жейді. Салғыма көнбесең, бүкіл қалаң менен адамыңды жұтамын деп қорқытады. Сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жаны барды тірі жібермейді. Оны қарғыс атқыр, айдаһарға ешкімнің де күші жетпей қойды. Талай ержүрек батырларымыз мерт болды. Еліміздегі көріпкел қария оны тек Бұлдымерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп өзіңді іздеп шығып едім, дейді ақсақалшы. Алтын киікті мүйізді шалдың әңгімесін естіген Бұлдымерген: «Малға у жағып айдаһар жатқан сайға жібермейсіздер ме? Соны жұтса уланып өледі», деп ұсыныс айтады. «Оны жасап көрдім, балам. Жауыз удан өлмеді. Халқымызды жұтып таусатын болды. Қолыңнан келсе, көпшілік үшін аянба, шырағым», дейді шал. «Жарайды», деп Бұлдымерген сауыт сайманын дайындап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үстімен асын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына келеді. Келісімен Бұлдымерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға қарай бет алады. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық, таудың екі шетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдымерген қаһарланып семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүгіреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсер жауыздың езуін тіліп, қимылдауға шамасын келтірмей өлтіреді. Артынша алай-дүлей соққан боранда тоқтайды. Бұл боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт қуанып, батырды құрметтеп қалаға келеді. Қалада жұрт жиылып, үлкен той болады. Халық Бұлдымергенге риза болып алғыс айтады. Оның ерлігін көрген алтын мүйізді шал: «Сенің өзің шаруаның баласы екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Егер қарсы болмасаң, осы жерде қал. Бізде дүние мал деген жетеді. Жүр, көрсетейін», дейді. Батыр оған ереді. Қаладағы бүкіл үлкен сарайлар хандық екен. Бәрінде алтыннан жасатыпты. Іші толған асыл жиһаз. Тек осындай өте бай сарайлары бар қаланың көшесінде қайыршылар көп екен. Оларға хан ешқандай көмек көрсетпейтін секілді. Жалғыз алтын мүйізді шал ғана баласынан жасырып, қайыршыларға аздап қарасатын көрінеді. Осы көріністі көрген Бұлдымерген қатты ойланады. Ол елін, ондағы кәрі әке шешесін, көршілерін есіне түсіреді.
Олардың бәрін Бұлдымерген аң аулап асыраушы еді. Енді олардың көрген күні не болмақ? Соларды ойлап батырдың қабырғасы қайысады. Осында қал балам, асыл дүние мынау. Сенің біздің елде қалғаның қанды жек көрмейді. Оған бірінші уәзір боласың, бүкіл халқымызға билігің жүреді, дейді. Тақта алтын мүйізді ақсақалды жоқ, ақсақал, еліме қайтайын. Асыл дүние өз елімнен де табылады. Бұл ұсынысыңызға рахмет. Сіздермен бірге қала алмаймын, деп Бұлдымерген алтын мүйізді шалдан рұқсат алып, еліне қайтады. Өз жеріне қайта оралған Бұлдымерген туған жердің қандай ыстық болатынын түсінеді. Ел үшін қызмет көрсетуден жалықпай, бұрынғыша аң аулап, ауылын асырап тұрып жатады.